Менің есімім Аружан. Мен Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінің 4-ші курс студентімін. Атырау қаласында дүниеге келдім. Жалпы өмір жолымды әрдайым дебатпен байланыстырамын және өзімді мәңгі шәкірт ретінде есептеймін. Себебі өте көптеген жаңа инновацияларға, жаңа мүмкіндіктерге, жаңа білімдерге ашық болғандықтан өзімді әрдайым үйренуші позициясындағы адаммын деп есептеймін. Жалпы дебат менің өмірімнің бір бөлшегі. Дебат маған осы өмірде тұлға болып қалыптасуыма, Аружан болып қалыптасуыма өте үлкен әсер еткен бір факторлардың бірі деп есептеймін. Дебат бұл білім берудегі болсын, немесе тұлға ретінде қалыптасудағы ең үлкен дағдылардың бірі. Дебат жалпы өзіме сыни ойлауды үйретті. Тек қана бұл өмірде жақсы мен жаманнан бөлек те басқа да нәрселердің бар екендігін, немесе өте көптеген факторларға өзіме ұнамайтын нәрселер болсын, сол нәрселерге әртүрлі қырынан қарауға, әртүрлі жағынан қарауға көмектесті деп есептеймін. Жалпы дебат менің өмірімде тұлға болып қалыптасуымның белгілі бір баспалдақтарының бірі болды деп айта аламын. Мысалға, біз дебат ойнаған кезде өте көптеген тақырыптарды, әртүрлі мақалаларды оқимыз, талдаймыз деген секілді. Дәл осы жерде сыни ойлау қабілеті, логикалық жағынан дамыту деген сияқты дағдылар қалыптасты. Бірақ одан бөлек дебат тек қана маған бір тақырыптарға деген көзқарасты ашуды, көзқарастарды үйретуден бөлек, бұл қоғамда, бұл әлемде жалпы менің өзімнің азаматтық позициямның бар екендігін, әрбір үннің естілу керек екендігін, тіпті мен бұл нәрсе менің ойым ешкімге керек емес, немесе бұл бір шетте шам басып қалады ғой деген ойлардың бар екеніне қарамастан, дебат бұл сол нәрселерді жеткізу керек екендігін, дебат қателесуден қорықпау керек екендігін үйретті деп айта аламын. Жалпы азамат жобасы, мен тағы да айтам, менің өмірімде белгілі бір сондай бір кезеңдер болды. Қараңғы кезеңдер, өзімді таба алмай жүрген кезеңдер, сол кезеңдерде жарық болып келген сондай бір өте керемет бір жобалардың бірі болды. Өміріме реңк әкелген жобалардың бірі болды деп айта аламын. Әлі күнге шейін сағынып, сол жоба туралы айтқан кезде қатты бір эмоцияларды, дәл сол кездегі эмоцияларды сезінемін деп айта аламын. Жалпы азамат жобасы туралы қалай естідім? Бізде дебатерлардың чаттары бар. Сол чаттарда азамат жобасы 20 жылдан кейінгі қайта жаңғырған жоба өтеді деген секілді біз сондай жарнамаларды, хабарламаларды алдық. Одан кейін біздің университетімізге хат келді. Осылай өте 160, қателеспесем 160 университеттің ішінен осы Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетін 32 университетті іріктеп алдық. Соның ішінде Аружан мен Бағдәулет бар деген сияқты біз сондай бір хабарламаларды алдық. Біз өте қатты қуандық, бірақ сонымен қатар сол қуанышпен бірге бір қобалжулар, жауапкершілік жүрді. Біз ол жерде тек қана Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетіміздің намысын емес, жалпы Атыраудың намысын қорғау үшін сол жобаға аттандық. Біз өте үлкен бір эмоцияларды әлі күнге шейін сезінемін. Сол кездегі қобалжулар, сол сәтке барған кезде біз не үшін бардық, не үшін келдік деген сияқты сондай бір өзімізге деген сенімсіздік, бірақ біз батыстың соның ішіндегі Атыраудың намысын қорғауға келдік қой деген секілді сондай бір ойлар бізді осы азамат жобасына деген сондай бір махаббатпен бір еске алады деп есептеймін. Жалпы осы азамат жобасы туралы айтылған кезде өте көптеген эмоцияларды аламыз. Сол бір Атыраудың намысын қорғау керек деген секілді сондай бір өте үлкен жауапкершілікті алдық. Сонымен қатар біз не үшін келдік, бұл жоба бізге не үшін керек деген сияқты сондай бір сенімсіздіктер, сондай бір күдіктермен бірге қатар жүрген сондай бір өте үлкен эмоциялар алған өмірімнің бір кезеңі болды деп айта аламын. Жоба Хабар телеарнасында өтті. Біз Астана қаласында 2 апта бойы сол тележобаға қатысқан болатынбыз. Жалпы жоба туралы айтқан кезде өте көп нәрселерді айтуға болады. Себебі біз 1-16-дан финалға дейін ойнағандықтан өте көп деген 2 апта ішінде өте көп деген оқиғалар болды. Бірақ соның ішінде атап өтіп кететін, жаңағы айтып кеткенде біз өзімізге деген белгілі бір мақсат болды. Біз бірінші орынды алуымыз керек, біз Атырауға осы жеңісті әкелуіміз керек. Сонымен қатар осы Атырау университетінің 85 жылдығы болғандықтан біз 85 жылдығына сыйлық жасауымыз керек деген сияқты сондай бір өте үлкен мотивтар болды.
болды. Жалпы жоба туралы айтқан кезде біз Бағдәулет екеуміз әрдайым биіктік деген Табылды Досымовтың әуені бар. Яғни сол әуенді тыңдап, мотивация алып, сол кезде біз шынымен не үшін келгенімізді, біз дебатқа ең бірінші келгендегі кезіміз тек қана кубок алып кету емес, сонымен қатар өзіміздің белгілі бір ойымыздың бар екендігін, Атырауда тек қана жаңағыдай бір Атырау туралы бір өте үлкен стереотиптер бар ғой. Мысалға Атыраудың жастары дөрекі сөйлейді, немесе олар басқа жаққа шыққан кезде орын ала алмайды деген сияқты сондай бір таптаурындарды бұзғымыз келді. Сол себепті біз жеңіске жеттік деп ойлаймыз. Осы жеңіске жету сәтінде біздегі ең бірінші болған нәрсе бұл мінез бен осы Атырау үшін жеңіс әкелу керек деген жауапкершілік болды деп ойлаймын. Жалпы рестарт жобасы туралы айтатын болсам, рестарт жобасы менің стартаптағы алғашқы тәжірибемнің бірі деп айта аламын. Жалпы бұл рестарт жобасының белгілі бір бэкграунды бар. Мысалға, менің көз алдымда белгілі бір оқиға болды. Сол оқиғадан кейін туындаған бұл сондай бір идея деп айтуға болады. Жалпы рестарт жобасының мақсаты сотталып шыққан жастарды қазіргі таңда реәлеуметтендіру, яғни оларға көмек қолын созу, олардың қоғамның бір бөлшегі ретінде тану, оларға көмек көрсету, жалпы олардың да белгілі бір азаматтық позициялары бар тұлға екендігін оларға түсіндіру жұмыстары деп айтуға болады. Жалпы бұл жоба мен үшін өте ыстық, себебі біздің қоғамда өте көптеген жастарды білемін, таныстарым да бар. Олар сотталып шыққанымен оларға деген қоғамның қабылдауы жоқ, қоғамда бір стигмалар бар. Сен сотталып шықтың, болды, сен бізге жабықсың, сен әрекет деген сияқты сондай бір өте үлкен бір стигмалардың бар екендігін көріп, көңілім құлазыды деп айта аламын. Яғни ол адамдарға көбірек көмек көрсету қажет, оларды жұмыспен қамтамасыз ету, немесе 17 мен 21 жас аралығындағы мысалға жастар бар. Мүмкін олар кінәлі емес. Бұл жерде әңгіме ол туралы емес, бірақ олар шыққаннан кейінгі оларды бір қоғамның мүшесі ретінде қабылдау туралы болды. Сол шыққан адамдарға ағылшын тілін үйрету, кітап клубтарын, яғни олардың бір танымдық процестерін ашу деген сияқты сондай бір идеялар болды. Жалпы сол жоба бір өте үлкен бір пайда әкелетін, қоғамға пайда әкелетін бір өте үлкен жобалардың бірі болатынына сенемін. Жалпы болашақ туралы айтқан кезде, болашақ әрдайым бұлыңғыр болып тұрады, бірақ соған қарамастан менің болашаққа деген белгілі бір өте үлкен бір мақсаттарым бар деп айта аламын. Тек қана осы Атырау қаласында, Қазақстанда шектеліп қана қоймай, халықаралық белгілі бір тәжірибелермен алмасып, басқа да жаңа айттым ғой, мәңгі шәкірт позициясында болғым келеді деп, сол себепті болашақта өте үлкен бір белестерді бағындырғым келеді. Енді болашақ туралы айтатын болсақ, айтсақ орындалмай қалады деген нәрсеге қатты сенем, бірақ болашағым жарқын болады, болашағымда өзімнің жақсы көретін істеріммен айналысамын деп есептеймін. Менің өмірімде дебат пен стартап бұл менің жақсы көретін істеріме айналды. Дәл сол сияқты әр адамның өзінің белгілі бір жақсы көретін істері бар екеніне сенемін. Яғни сол істі табу процесінде ешқашан кейінге қалдырмау керек деп ойлаймын. Мысалға, дебат пен стартап туралы айтатын болсақ, олар көптеген адамдарға қызықсыз, іш пыстырарлық дүние болып көрінуі мүмкін, бірақ дәл сол дүниелердің белгілі бір өздерінің фундаменті бар деп есептеймін. Қазіргі таңда успешный успех деген нәрсе өте қатты таралып кетті. Мен сол нәрсенің таралғанына өте қатты қарсымын. Не үшін? Себебі өте көптеген жастар сол нәрсені көреді. Мысалға, 20 жасында миллионер атанды, 20 жасында анама үй бердім деген сияқты нәрселерді көріп, өздерінің өмірлерін басқалармен салыстырып жатады. Бірақ біз түсінуіміз керек, бұл нәрсенің болуы өте қате. Себебі бір адамның бағы 50 жасында жанады, бір адамның бағы 20 жасында жанады. Бірақ бұл нәрсенің болуы не үшін маңызды? Себебі егер де сен өзіңнің белгілі бір жақсы көретін ісіңмен айналыспасаң, кейін сен өкінуің мүмкін. Яғни бұл сәтсіздікпен болғаны жақсырақ, себебі өкініш бұл өте қатты жаман бір процестердің, сезімдердің бірі деп есептеймін. Сол себепті әрбір жасқа өзімнің буындастарыма айтарым, ешқашан қорықпау керек, ешқашан берілмеу керек. Ай мен күннің де шығатын уақыттары бар, екеуі де шығады, бірақ тек қана бірін-бірі күтсе ғана шығатынын түсінуіміз керек. Яғни бұл өмірде көптеген нәрсені жасау керек, аз-аздан болса да үздіксіз жасау керек деп есептеймін. Жалпы деп айтпай қойшы, көп айттым, жалпы деп. Менің ұстанатын өмірлік ұстанымдардың бірі бұл жеңіл іс, тым жеңіл іс деген бір фраза бар. Мен сол нәрсеге
қатты вау деп қараймын. Не үшін? Себебі өте көптеген өмірде бір сәтсіздіктер болады. Сол кезде сәтсіздіктерді көтере алмау, сынып қалу деген нәрселердің барлығы алдағы уақытта сенің белгілі бір мүмкін жарқын болып тұрған болашағыңды жауып тастауы мүмкін деген сияқты ойлар менің ойыма өте көп келеді. Мысалға, бір есік жабылса, 1000 есік ашылады деген сияқты сондай бір позицияларды ұстанамын. Сол үшін мен ойлаймын, не үшін бір нәрсені жасаудан қорықпаймын, себебі тіпті мен сол нәрседен жеңілсем де, мен сол нәрсе арқылы бір тәжірибелер аламын, мен бір өмірге деген көзқарастарым өзгереді, немесе көзімдегі розовый очки шешіледі деген сияқты менің бір тұлға ретінде өсуіме септігін тигізеді деп есептеймін. Сол себепті жеңіліс бұл тым жеңіл іс.